Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқушыларым. Бүгін біз Алматы облысы Саймасай ауылындағы фермадамыз. Және де біз бүгін 4 түлік малдың аттарын үйренетін боламыз. Олай болса, кеттік. Анау жерде тұрған бізде ол ешкі. Ал мыналар бізде қойлар. Яғни бұлар қойлар. Ал ішіндегі біреуі ол қой. Мына бізде қозы. Көрдіңіздер ме, қандай тәтті? Қозы. Мына бізде ат. Бавария звать ее. Бавария екен аты. Кел. Мынау бізде құлын. Қан. Мен одан кішкене қорқып тұрмын. Біз сабағымызды одан арман жалғастырамыз, және де бізде енді тайыншалар. Яғни бұл бір тайынша және тайыншалар. Ал мынау бізде сиыр. Олар маған қарап тұр. Ал анау жатқан бізде бұқа. Ал мыналар бізде бұзаулар. Мынау біреуі бұзау, ал барлығы бұзаулар. Анау жерде жем жасап жатыр. Малдарға арналған шөптерді осылай домалақтап үлкен деп жинап қояды екен. Ойна, сиырдың мүйізін ай, қызық екен. Қалайсың? Природа так сделала. Ал бұл бізде бие. Яғни олар сүт береді. Саумал береді, ол саумалды артынан қымыз жасайды. Ал енді үйренген сөздеріңізді ақырын үйрену үшін келесі видеоны көреміз. Ешкі, қойлар, қой, қозы, қошақан, ат, құлын, құлыншақ, бие, тайынша, тайыншалар, сиыр, бұқа, шөп. Осымен бүгін біз 4 түліктің аттарын үйрену сабағымызды аяқтаймыз. Менімен бірге қазақша үйренгендеріңізге рахмет. Сіздерге сәттілік тілеймін. Келесі сабақтарда көріскенше сау болыңыздар. Кесеңдерші! Жүрсей тез. Жүр, былай. Не бойтесь, не бойтесь. Шаңдатпай, ақырын жүрсе ғой. Бұқалар. Простите, посмотрите, как просто. Да не бойтесь. Бері кел. Ал мынау бізде бұзау. Олай болса, кеттік. Сіздерге аяқтаймыз. Ит келе жатыр. Осымен бүгінгі видеоны аяқтаймын. Көргендеріңізге рахмет, сау болыңыздар.